Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, бүгін әйелдерде ең жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бірі сүт безі обыры турасында әңгіме өрбітеміз, және сүт безі обырына қарсы күрес бүгінгі тақырып. Бұл тақырыптың өзегін тарқататын бүгінгі студиямыздың мейманы Айбек Садықов, ұлттық ғылыми онкология орталығының хирургы, онкомамолог. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Айбек Жеңісұлы, енді жоғарда менің айтып отырған дерегім, яки әйелдерде ең жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бірі бұл сүт безі обыры десек, артық айтқандығымыз емес шығар. Қазіргі таңда біздің еліміздегі бұл жағдайға қатысты эпидемиологиялық жағдай қандай? Бұл мәлімет дұрыс айтып отырсыз. Қазіргі таңда омыраудың қатерлі ісіктердің арасында бірінші орындарға шығып тұр. Өйткені жылдан жылға көбейіп барады. Бұл дертке ұшырайтын әйелдеріміз өкінішке орай көбейіп барады. Және айтсам, бұл ауру жасарып барады деп болса айтуға болады. Ертерек анықталса, емге келетін ауру, е? Қатерлі ісік өзі 4 сатыға бөлінеді ғой. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Егер де бірінші, екінші сатысында табылса, бұл диагноз қойылып тұрса, онда емге жақсы жатып, 90%-да толық емделіп шығады деп айтуға болады. Сүт безінің обыры, бұл тек баланы дүниеге әкелгеннен кейін баланы емізген әйелдерде бола ма, жоқ әлде кез келген әйел жынысты жандарда бола ма? Бала табу мен осы дүниеге әкеліп бала әкелген әйелдер ғана, оларда ғана емес. Бұл бала таппаған әйелдерде де болады, және бұл бала таппаған әйелдерде бәрінде бола береді. Бұның факторлары, бұл дертке әкелетін факторлар өте көп. Ол тек қана баламен ғана байланысты емес. Бұл гормоналды, ол бірінші, екінші экология бар, үшіншіден генетикалық әсер болуы мүмкін бе? Генетикалық әсерді 20%-да болуы мүмкін. Бұл генетика жағынан, тұқым қуалаушы жағынан зерттеу жұмыстар өткен. Сонда дәлелдеген. Егер де тұқымында болса, 20%-да сондай қатерлі ісік болуы мүмкін деп. Жоғарыда енді айттыңыз, бұл дерттің ерте сатысында анықталуына байланысты емге келеді деп, Біздің елімізде бір сандарды сөйлетіп қазір айтайықшы, осы аурудың, кеселдің ерте сатысында анықталу деңгейі қазіргі таңда қандай көрсеткіштерді көрсетіп тұр? Көрсеткіштер болғанда бізде бір жақсы жоба бар, скрининг. Ол скрининг тек қана омыраудың қатерлі ісіктеріне ғана арналмаған, ол әрбір мүшелерге арналған. Бірақ соның арасында ең жақсы результат көрсетіп жатқан сол омырау жағынан. Бұл енді қазір бізді көріп отырған жас қыз келіншектерге пайдалы ақпарат ретінде айтайықшы, ең бастысы қандай симптомдардан кейін адам ағзасындағы дереу дабыл қағып онкомамологтың алдына бару керек? Қатерлі ісіктің бір жаманы сол, ол бірінші, екінші сатыда ешқандай симптом, өз-өзін білдірмей өтетін нәрсе. Көбінесе ол үшінші, төртінші сатысына келген кезде өз-өзін білдіреді, ауырсыну пайда болады, немесе қолмен сезіледі ол. Бірінші, екінші сатында анықтап алу үшін әйел адам енді өз денсаулығын өзі қарап отыру керек. Сондықтан бізде қазір скрининг бойынша 40 жастан басталады. Бірақ алдында айтып кеткендей болғанда, қазір бұл дерт жасарып барады өкінішке орай. Қазір жас қыздарда да көп. Сондықтан жылына бірлес УЗИ өтіп, маммологқа қаранып отырған дұрыс. Профилактика дейді ғой. Алдын алу, Алдын алу. Ал қараңызшы, қазіргі таңда маммологтардың тарапынан, болмаса пластикалық хирургия тарапынан жасанды омырау жасау арқылы келбет береміз деп, жаңағы сәнденеміз деп, осындай пышақтың астына түсіп жатқан қыздар, келіншектер аз емес. Бұл манипуляциялар осындай сүт безі обырына алып келу мүмкін бе? Әлде бұл жерде көрсеткіш төмен бе? Бұндай имплант қойған кезде ол омыраудың өз
омырауға қатынасы болмайды. Ол омыраудың астына салынатын нәрсе. Менің білуімше Үндістанда осы сүт безі обырынан дүниеден өту көрсеткіші ең бірінші орында тұр екен әйелдердің ішінде. Жаман айтпай жақсы жоқ, біздің елімізде қалай? Біздің елімізде өкінішке орай Үндістан секілді деп айта алмаймын. Бірақ ең бірінші орындарда тұр. Бірақ әр аймақта біздің көрсеткіштер әртүрлі. Мысалы, солтүстіктер аймақтарында ол көбірек болады. Неге? Және бізде қалаларда көбірек болады. Өйткені қалада адамның саны көп. Солтүстікте көп болғаны өзі ол еще ұлтқа қарайды бұл дерт. Сонда қай ұлт көбіне шалдығады? Көбінесе славян ұлттары көбінесе шалдығады бұл дертке. Түсінікті. Енді тағы да бір мәселе, білуімше жалпы әлем бойынша қызғылт қазан деген үлкен бір жаһандық бастама бар екен, е? Жаһанда яки әлемде бұл бастама тамыз айынан бастап өтеді екен, яки осы апталықтардың, осы айлықтардың ішінде барынша екпін қойылады екен осы жаңағы сүт безінің обырына қатысты, е? Біздің елімізде қазан айында бүкіл әлем тамыздан бастаса, біз қазан айында қызғылт қазан жаһандық бастамасын өткізеді екенбіз. Қазір өтіп жатыр бұл айлық, е? Бұның мақсаты мен міндетін айтайықшы. Я жоғарыда айттым, мәселені көтеру, қалың көпшілікке жеткізу, дегенмен қазіргі күні өтіп жатқан апталық айлықтарыңыздың, шаралардың, ілкімді істеріңіздің нақты түйіні неде? Ең басынан қарағанда бұл бастаманың алдыңғы мақсаты қоғамның назарын аудару бұл дертке, бұл ауруға. Өйткені бұл жылдан жылды көбейіп жатыр ғой. Назарын аудару бір. Екіншіден, әйел адамдарды өз-өзін тексеріп отыруға, дәрігерлерге барып, ауруды алдын ала алу үшін, тексеру үшін шақыру. Және де одан басқа, егер табылып жатыр, диагноз қойылып жатқан кезінде әйел адамдарға көмек көрсету, және ол көмегіміз тек қана медициналық емес, психотерапевт дейді, сол кісілерден де, сол жағынан да жалпы сол дертті бірінші, екінші сатында тауып алу мақсатында жасалынатын бастама. Бұл қазіргенді заман талабына сай өте сәнді болып кетті. Психосоматика деген ұғым, е? Бұл обыр, яки сүт безінің обыры психосоматикаға байланысты ма? Әйелдерде көбіне. Егер жаңа жоғарыда өзіңіз айтып отырсыз ғой сөзіңіз аузыңызда. Психологтың, психотерапевттің көмегі қажет болатын болса кейінгі күні. Бұл ауру стресстен де пайда болады. Өйткені стресс кезінде әйел адамның бойында гормондар өзгереді. Өзінің бір қалпынан немесе төмендеп, немесе жоғарылап кетеді. Бұл пролактин мен окситоцинға қатысты ма? Пролактин, эстроген, прогестерон. Сол бәрі тек қана омыраудың гормондары ғана емес. Қалқанша безінде гормондар дұрыс болмаса, омырауға шығуы мүмкін. Немесе гинекологический аурулар болып жатса, о жақта да гормондар өзгеріп жатса, омырауға шығуы мүмкін. Бұл жерде түйіндеп бізді көріп отырған қыз келіншектерге айтарымыз, сары уайымға салынбау керек. Уайымды ішке жібермеу керек, е? Бұл да бір алдын алу шарасы ғой. Сол жаңағы міне айтып отырған мәселе бұл. Егер де бұндай диагноз естіген кезде, адамға құлағына естіген кезде бұл өте ауыр. Әлбетте. Сондықтан кейбір әйел адамдар өмірден түңіліп кетеді. Болды, осымен өмірім бітті деген ойларға кетеді. Сондай кезде біздің дәрігерлердің және психотерапевттің көмегі өте маңызды. Дәрігерлер емдеп жатқан кезде әйел адам өз ниетімен емделейін деген білдіру керек. Емге сену керек. Негізі пациент емге сенбей тұрса, ол ем қонбайды, екі талай ол. Сондықтан мына психотерапевт дегеніміз қазір бізге енді келіп жатыр ғой, міне ақырғы жылдары. Көбінесе шетелде дәрігермен қатар психотерапевттер
Бірге жұмыс Бірге жасау керек жұмыс қой, жасайды. нәтижелі болу үшін, иә? Өйткені бұл денсаулық, бұл әйел адамға ауыр бұндай диагноз қойған кезде ауыр естіледі. Оныңыз дұрыс. Ауылдық жерлерге келетін болса, бұл жерде күнделікті еңбекке араласқан жандар, қыздар, келіншектер, біздің аналарымыз көп жағдайда денсаулығына немқұрайлы қарап жатады. Сондықтан ауылдық жерлерде осы сүт безі обырына қатысты профилактикалық шараларды өткізу деңгейі қаншалықты жоғары біздің елімізде? Бұл мәселе ауылды жерлерде қаламен салыстырғанда біраз аздау болады. Ауылды жерде қазіргі заманауи аппараттар аз, көбінесе облыстық орталықтарында болады, немесе міне үлкен қалаларымызда Астана, Алматы, Шымкент. Мысалы біз Астана қаласында біздің клиникада бар, орталығымызда бар. Ал ауылды жерлерде тек қана маммография мен ультрадыбысты зерттеулер ғана бар. Егер сол жерден тапса, одан кейін ғана ары қарай науқас облыстық орталығына жіберіледі. Сол жерден ары қарай диагнозды нақты қойып, дұрыс емін тағайындайды. Енді өзім жұмысымды ауыл жерде бастағаннан кейін мен білем оны. Ішінен білем бұл проблемаларды, мәселені. Ауылды жерде қиындауы бір, біз қазақпыз дегеннен кейін жүре береміз ғой. Ертең барам, келесі күні барам. Бірінші, екінші сатыда анықтау тіпті де мүмкін емес дейсіз ғой. Сондықтан ауылды жерлерде бұл мәселе қиын болып тұрғаны, әйел адамдарды күшпен тартамыз скринингке. Облыстық орталықтарында бұл мәселемен жұмыс істеп жатыр. Дәрігерлерді кішкентай ауылдарға, денсаулық пойызы бар, иә, өтетін? Денсаулық пойызы бар, одан кейін денсаулық автобустар бар, сондайлар жіберіледі. Бірақ соның өзінде біздің халық оған скринингке келгілер келмейді. Өйткені жұмыс бар, өздерінің әр нелері бар. Сайып келгенде Айбек Жеңісұлы, бұл жерде біз ақпараттандыру жұмысына барынша ден қойғанымыз абзал шығар, иә? Осындай эфирлер арқылы, сіздермен жүздесу сұхбаттары арқылы сүт безі обырының немқұрайлы қарайтындай ісік еместігіне, оны ерте анықтасақ, неғұрлым ерте анықталса, соғұрлым дұрыс нәтижеге жетуге болатындығын біздің көрермендеріміздің, қыз-келіншектердің құлағына алтын сырға жеткізетін болсақ, онда барынша бұл жерде жұмыла көтерген жүгіміз жеңілдей түсетін шығар. Иә. Сұхбаттың барысында мен сізден сұрамай, бірақ сіз айтам деп оқталып келген мәселелер қалып қойса, көрерменге айтарыңыз болса мархабат. Көрермендерге айтатыным, ең басынан әркім өз денсаулығына құят қарап, уақытында дәрігерлерге қаралып жүру керек. Егер скринингке шақырса, скринингке міндетті түрде барып тексеріп алған дұрыс. Көп елдерде бұл скринингке жете алмай жатыр. Бізде тәуба, өкіметіміз бұған көп қаражат бөледі. Тегін екендігін тағы айту керек? Иә, тегін. Сондықтан сол әйел адамдарды шақыратын сол скринингтарға міндетті түрде барып, өз-өздеріңіз қарап жүру керек, денсаулық сақтау керек. Иә, бүгінгі эфирді бір қараспан төндірмей қойық, Айбек Жеңісұлы, дегенмен де ерте анықтаған жағдайда сүт безі обырынан емделіп, құлан таза айығып кету мүмкіндігі бар ғой негізі? Әрине бар. Егер де бірінші, екінші сатында тауып алсақ, уақытымен емін бастап, емді дұрыс бастасақ, бұл дертті жеңуге болады. Бұл дертпен адам ары қарай өмір сүре береді. Біздің орталықта біз пластикалық операциялар жасаймыз. Мысалы, омырауды толық алып тастауға тура келіп тұрса, орнына имплант салып береміз. Сыртынан бәрі емді бітіріп, адам сауығып кеткен кезде сыртынан қарағанда білінбейді ол омырау жоқ екен. Орында имплант жақсы. Бастысы о бастан денсаулыққа немқұрайлы қарамау керек, иә? Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, әдемі, пайдалы сұхбат бергеніңіз үшін. Көп рахмет, еңбектеріңіз елене берсін. Рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін сүт безі обырына қарсы
күрес тақырыбын көтерген едік. Сұхбаттың барысында ендеше денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Үкіметтен көрсетіліп жатқан барлық көмекті алып, скринингтерден дер кезінде өткендеріңіз абзал. Бүгін бізде қонақта Айбек Садықов болды, ұлттық ғылыми онкология орталығының хирургы, онкомамолог. Ендеше әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосылып болсын, аман болыңыздар.